Қазақ халқымен ғасырлар бойы жасасып келе жатқан ырым-тыйымдар халқымыздың өмірінде, салт-дәстүрінде, тұрмыс-тіршілігінде кеңінен көрініс тапқаны сөзсіз. Ырым-тыйым арқылы халқымыз бала тәрбиелеу, жат әдеттерден тыю, туындауы мүмкін қауіп-қатерлерді ескерту және тағы да басқа ойларды жеткізе білген. Қоғамның қалыптасу тарихындағы рухтарға табынған тотемизм, аңдарға табынған анимизм, тас мүсінге табынған пессимизм және отқа табынушылықтан қалған ырымдар да бар. Мәселен, келін түскенде отқа май құю, жаңа қонысты немесе бесікті отпен авастау секілді жоралғылар соның айқын дәйегі. Данышпан халқымыз ештеңені жайдан жай шығармаған, оның түп төркінінде үлкен халықтық дүние таным жатқандығы сөзсіз. Ертеден келе жатқан сансыз ырымдардың әлі күнге дейін өшпей жалғасып келе жатқандығы соның дәлелі. Мәселен, табалдырықта тұрма, табалдырықты оң аяқпен атта деген сөздер күнделікті тұрмыста, той-томалақта жиі еститін ырымдардың бірі. Себебі табалдырықты екі арадағы өткел деп бағалаған. Жақсы ниетпен кірсеңіз, осы жолыңыздағы мақсатыңыз сәтті болмақ деген тағылымды ой айтқан. Қыдырып қонаққа келген жас баланы үйден құр қол қайтармайды. Бұл сәбидің меселі қайтпасын, көңілі қалмасын, үйде оттай ыстық ықыласы қалсын деген ырымнан туған ежелгі салт. Егер сәби үйдің иелерінен суық рай көріп, киген киіппен қайтса, бұл шаңырақтан бақ, төрден бақыт, дәннен ырыс кетеді деп ырымдалады. Бала күннен үлкендер бүйіріңді таянба, бетіңді баспа, табалдырыққа тұрма, үйдің ішінде сықырма, үйді кісіні айналып жүгірме, босағаны керме сынды сан түрлі ырымдарды алға тартып, үнемі тыйым етіп отыруды әдетке айналдырған. Белді таянбайды, себебі жақын адамы қайтыс болғанда жоқтау айтып жылаған әйел ғана белін таянады. Жақты таянып, бетті басуға болмайды. Қайғы қасіреттен әбден қажыған адам ғана жағын демеу етіп таянады, әрі бетін басады. Жуған қолды сілкісе ырыс несібе кетеді. Басты шайқауға, тісті қайрай беруге болмайды. Себебі жүйке ауруына шалдыққан адам ғана осылай істейді. Ырым-тыйымдарымыз тазалықпен қоршаған ортаға деген сыйластыққа да үгіттейді. Мәселен, түнде тамақтың бетін ашық қалдыруға болмайды деген ойдың түп тамыры тамаққа зиянды заттар түспесін дегенді білдіреді. Сондай-ақ нанның үгіндісін аяққа баспа деген сөздерде дәмге, оны дастарханға келтіретін еңбекке деген құрмет сезімінің ізі бар. Сонымен қатар ата-бабамыз тау кескенше қолыңды кес, қарағай кессең қаңғырып қал деп өсіп тұрған ағашқа тигізбейді. Қазақта 12 жыл бір айналғанда бір мүшел толды деп есептеледі. Жыл басы тышқан саналады. Сол арқылы әркім ескіше жыл қайыру әдісімен қазақтың жыл санауы бойынша өзінің қай жылы туылғанын және неше мүшелге толғанын біле алады. Мүшел жасқа толған адам өзінің сүйікті затын не киімін мүшелден қиындықсыз аман өтейін деп ырымдап, өзінен жасы кіші адамға береді. Асылында ырым-тыйымдар тазалыққа, адалдыққа, мәдениеттілікке бастайтын тәрбиелік құрал іспетті десек қателеспейміз. Себебі әрбір ырым-тыйымның астарында сол халықтың үлкен философиялық танымы жатыр. Десек те қазақ ырым етеді, ырым қырын кетеді. Немесе ырым-жырым деп мән бермейтін жандар да кездеседі. Әрине, ырымға сену, сенбеу әркімнің өз құзырында.